Жақсыңға сабыр сақта. Кей адамдар ризық беруші жалғыз жаратушыны сөгіп балағаттайды. Ал әділетсіз тұла бойымыз кемшілікке толы болған біз олардан не күтеміз? Сондықтан да өмірде кешірімі жоқ, аяусыз ащы сындардан тұратын қақтығысқа жолығарың сөзсіз. Сен жерге кіріп немесе көкке ұшып құтылмасаң, олар сен жайлы әңгіме айтуларын тоқтатпайды. Адамдар арасында болсаң ренжітетін, жылататын, жүрегіңді ауыртатын, тыныштығыңды бұзатын істерді күте бер. Негізінде жерге отырып алған адам құламайды. Адамдар өліп жатқан итті теппейді. Яғни, сен пәс, өлік, ит сияқты болсаң, саған тиіспейді. Бірақ сен олардан игілік, білім, әдеп, мал дүние жағынан озып кеткенің үшін олар саған ашуланып, күндеп жек көреді. Сен өз бойыңдағы бүкіл жақсы сипаттарыңды, талант қабілеттеріңді, Алланың берген нығметтерін тастап, ақмақ болмағаныңша, олардың қасында күнәсі кешірілмес күнәһар болып табыласың. Шын мәнінде олар сенен осыны қалайды. Ендеше сен олардың сөздеріне, сындарына, кемсітулеріне төзе біл. Егер сен олардың сөздеріне құлақ асып, жан күйдіретін болсаң, өміріңді лайлатып, олардың мақсаттарының орындалуына көмектескен боласың. Сондықтан көркем түрде кешір. Олардан бет бұр. Олардың айла қулықтарынан мазасызданба. Олардың ой өрістерінің тарлығы салдарынан сынап жатқандары саған берілген жақсы баға. Салмағыңа қарай осындай сындар болады. Сен олардың ауыздарына қақпақ бола алмайсың. Олардың тілдерін мүлдем байлап қоя алмайсың. Бірақ олардың сындарын, айыптауларын көміп тастауға, сөздеріне мән бермеуге шамаң жетеді. Тіпті сенің өз жақсылықтарыңды мойлатып, қателіктеріңді түзетумен олардың үндерін өшіруге шамаң жетеді. Ал егер сен жұрттың бәріне сыйлы, қате, кемшіліктерінен таза болуды қаласаң, онда сен мүмкін болмаған нәрсені қалаудасың.